Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын үй жағдайында дүкендегідей керемет булочка дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші ыдысымызға жылы су мен жылы сүтті қосамыз. Және үстіне қант пен ашытқы, яғни дрожжымызды қосып, біздің қантымыз ерігенше венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқаның ақуызы мен сұйық май қосамыз. Сарыуызды бөлек алып қалыңыздар. Одан соң 400 грамм ұнымызды осылай електің көмегімен елеп алып қосамыз да, осылай лопатканың көмегімен біркелкетіп араластырамыз. Одан соң 280 грамм ұнымызды осылай үстіне елеп тағы да қосып аламыз да, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Енді қамырымызды бірнеше сағатқа ашытып аламыз. Қамырымыз осындай болып керемет болып ашып шықты. Бұл қамырмен жасасаңыз, дәл осы рецептпен кез келген булочкаңыз керемет болып шығатыны сөзсіз. Енді осы барлық қамырымызды 2-ге бөліп, қалған ол екеуін өзара 3-3-тен бөліп, жалпы 6 бөлікке бөліп шығуымыз қажет. Одан соң кішкене ұн сеуіп алып, бір қамырымызды аламыз да, осылай қолымызбен кішкене икемдестіріп жайып алып, одан кейін оқтаудың көмегімен видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Содан соң ерітілген сары майды осылай жағып шыққаннан кейін 1 қасық, 1,5 қасық қант себіңіздер. Сосын оны видеодағыдай етіп бөліп, әр қайсынан бір бөлек осындай видеодағыдай булочка жасап шығыңыздар. Булочкаларымызды осылай противеньге тізіп алып, 15 минутқа бетін жауып тындырып қойыңыздар. 15 минутта булочкаларымыз осылай көтеріліп шығады. Сосын бағана қалып қалған сарыуызға кішкене сүт қосып араластырып, осылай бетіне жағып шығыңыздар. Одан соң мак пен күнжетті араластырып, бетіне сеуіп шығыңыздар. Одан кейін алдын ала қыздырылған пешімізде 200 градуста 20 минутта пісіріп алыңыздар. Сонымен біздің булочкаларымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіздер.